Қазтрансойл акционерлік қоғамында Қазақстанның мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы Қазэнерджи өкілдерімен кездесу өтті. Жиын барысында делегация бас диспетчерлік басқарманың жұмысымен танысып, магистралдық мұнай құбырларын басқару жүйесін және мұнай тасымалдау үдерістерін көрді. Сондай-ақ тараптар компанияның 2025 жылғы қызметінің қорытындыларын талқылады. Бас қосуда саладағы заңнаманы жетілдіру, инфрақұрылым тиімділігін арттыру және мұнай тасымалдау жүйесін дамыту мәселелері сөз болды. Кездесу соңында тараптар ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екендерін білдірді. Fitch Ratings халықаралық агенттігі Қазтрансойл акционерлік қоғамы иммунитет дефолтының ұзақ мерзімді рейтингісін BBB деңгейінде болжам тұрақты деп растады. Рейтинг Қазмұнайгаз компаниясы және Қазақстан Республикасының егеменді рейтингісіне сәйкес келеді. Агенттік компанияның тұрақты қаржылық жағдайын және оның Қазақстанның магистралдық мұнай құбырларының ұлттық оператор ретіндегі стратегиялық рөлін атап өтті. Қазтрансойл акционерлік қоғамды өндірістік қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне арналған 90 сағатқа кеңес өтті. Кеңеске компания нысандарында қызмет көрсететін және жұмыстар жүргізетін мердігер ұйымдардың басшылары қатысты. Отырыста Қазмұнайгаз компаниялар тобы бойынша 2026 жылдың 2-ші тоқсанында орын алған оқиғаларға шолу жасалып, өндірістік қатынастар саласында мердігер ұйымдармен өзара іс-қимыл мәселелеріне ерекше назар аударылды. Талқылау аясында мердігерлермен ынтымақтастық өзекті мәселелері және олардың өндірістік нысандарда компания талаптарын сақтау деңгейі қаралды. Кеңес қорытындысында қатысушылар пікір алмасып, бірлескен жұмыстың алдағы бағыттарын айқындады.